Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге карамельный пирог рецептісін ұсынғым келіп отыр. Бұл пирог сондай нәзік дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап беруге кеңес беремін. Және де видеоны соңына дейін қарап, егерде менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен бізге електен өткізілген ұн қажет болады, және де тоңазытқыштан шыққан майымызды осылай салып алып, қолымыздың көмегімен үгілмелі қамыр жасап алатын боламыз. Мендегі май 82-де 5% май. Сіздерге де кеңес ретінде айтар едім, 82-де 5% майды қолданғандарыңызды. Сонда қамырымыз өте керемет болып шығады. Осылай жақсылап қолымыздың көмегімен қамырымыз бен майымыз біріккенше үгілмелі қамырымыз дайын болуы керек. Міне бізде осындай үгілмелі қамыр шығуы керек. Енді бөлек ыдыста құмшекеріміз бен жұмыртқамызды жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап еруі қажет осылай. Және де осы видеоның астына мен толық құрамын, яғни описание бөліміне жазып қоятын боламын. Грамдарын, өлшемдерін міндетті түрде осы рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Енді осы үгілмелі қамырдың үстіне қопсытқыш, яғни разрыхлительді салып, бір араластырып жібереміз да жаңағы сұйық массамызды осының үстіне құйып алатын боламыз. Осымен жұмсақ қамырымызды илеп алатын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, көрермендерім, егерде сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, және де комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта қандай рецепт шыққандарын қалайсыз, міндетті түрде оны да комментарий бөліміне жазып қойыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңізді оқитын боламын. Қамырымыз дайын, енді оны 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Осы аралықта салмасын дайындайтын боламыз. Яғни салмасына бізге 20%-дан жоғары қаймақ қажет болады. Өлшеп салып алдым. Және де варенканың, яғни сапалы түрін қолданғандарыңыз дұрыс, және де міндетті түрде бөлме температурасында тұруы керек. Кем дегенде 3-4 сағат, және бөлек ыдыста міндетті түрде осылай жақсылап араластырып аламыз. Себебі бірден қаймаққа салып жіберетін болсаңыздар, іртік болып араласуы қиынға соғып кетуі мүмкін. Және де міне осымен варенкамызды осылай бөлек ыдыста араластырып алғаннан кейін қаймақтың үстіне салатын боламыз. Осының үстіне жұмыртқамызды салып, үшеуі біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Қаласаңыздар 1-2 шай қасық крахмал қосуға болады. Мен бірақ қоспадым, қоспасаңыздар да жақсы жағатын болады. Міне іртіктері қалмай осылай жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен салмасы дайын. Ендігі кезекте формасын дайындап аламыз. Мендегі форма 24 сантиметрлік форма. Астына пергамент қағазын төсеп аласыздар. Егерде пергамент қағазы жоқ болса, осындай, яғни кішкене астын майлап төсей берсеңіздер болады қамырымызда. Біркелкі етіп орналастырып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей теп-тегіс етіп бортиктерін шығарып жайып алатын боласыздар. Міндетті түрде теп-тегіс етіп, бортиктерін шығарып, әдемілеп жайып алыңыздар. Сосын вилканың көмегімен астын тесіңкіреп шығатын боламыз. Осымен үстіне салмамызды құйып, алдын ала 160 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Пісу уақытысы тікелей сіздің пешіңізге байланысты, сондықтан қарап тұрасыздар. Міне осымен пісіп шықты. Бастапқыда бөлме температурасына кішкене суытып, сосын тоңазытқышқа салып, суығаннан кейін ғана формадан босатып, одан кейін ғана кесіңіздер. Сонда жақсы кесілетін болады. Жалпы негізі холодильникте 3-4 сағат тұрған дұрыс. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де өз ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта түрлі үй жағдайындағы жеңіл рецепттер шығатын болады. Міндетті түрде барлықтарыңызбен бөлісетін боламын. Ас болсын!